Достар, қазір Edem мебель фабрикасының Lara спальный комплектін жинайтын боламыз. Жиһазды жинаудан алдын осы видеоны бірнеше рет қайталап көріп алыңыздар. Жиһазды жинау үшін бізге шуруповерт насадкалары мен отвертка және де балға керек болады. Ең алдымен барлық упаковкаларын шашып аламыз. Жәшіктегі фурнитурасын да полный шашып сортировка істеп алыңыздар. Ең бірінші кезекте шифонердің оң жағын жинап аламыз. Боковойлардың арасынан осы видеода көрсетілгендей 39 сантиметрға тесілген боковойды тауып алыңыздар. Ортасындағы боковой 45 сантиметрге, 88 сантиметрге және 131 сантиметрге тесілген болу керек. Сол жақ боковойы 39 сантиметрге, 85 сантиметрге, 127 сантиметрге және 172 сантиметрге тесілген болады. Осы үшеуін сорттап аламыз, қалған боковойларына тимейміз. Фурнитурасының арасынан 4 штук бұлым стяжканың стерженін алып, видеода көрсетілгендей боковойға қатырып шығыңыздар. Полкаларының арасынан 87 сантиметр және 90 сантиметрлік полканы шығарып аламыз. Сборканы шифонердің ең астығы дноны қатырудан бастаймыз. Шеткі жағында осындай екі оюы бар екі полканы шығарып алыңыздар. Сол 8 оюдың ішіне 8 фурнитурадан шығатын ақ бұлым стяжканы қағып шығамыз. Екі полканың біреуі ұзындау, біреуі қысқалау болады. Біз қысқалауын қатырамыз. Бұлым стяжканың ішінен отверткамен қатырып шығамыз. Қысқа полкалардың алтауы шығады, үшеуі ұзын, үшеуі қысқа. Ұзыны 430 мм, қысқасы 425 мм. Біз 425 мм, яғни қысқа 3 полканы қатырып шығамыз. Ең астыңғы жағына 10 см планканы қатырамыз. Шегелік пятканда ең астыңғы жағына 4 данасын қағып шығыңыздар. Пластмасс ножканың 2 данасы 1,5 сантиметрлік шуруппен қатырылады. Артына қағылатын хдф 3 түрлі размер болады. 453 мм, 450 мм, 444 мм. Ені 450 мм хдфтің 4-еуі шығады, біз соның 2-еуін шығарып аламыз. Екі хдфтің ортасына осындай пластмасс сайдинтіл қойып жібереміз. хдфті шегемен қағып шығыңыздар. Енді шифонердің сол жағын жинаймыз. Боковойларды видеода бірінші сорттап шығыңыздар. Сол жақ, яғни бірінші боковой 39 сантиметрге тесілген болады. Үшінші боковой да 39 сантиметрге тесілген болады. Жоғарыдағы тесік 25 сантиметрге тесілген болу керек. Оң жақтағы боковой да 25 сантиметрге тесілген болу керек. Ең астына қатырылатын дноның размері 177 сантиметр. Ал жоғарға қатырылатын кіршасының размері 180 сантиметр болу керек. Астыңғы дноны видеода бірінші қойып алыңыздар. Оң жақтан есептегенде 6 сантиметрлік және 82 сантиметрлік тесік болу керек. Алдымен боковойға осындай қалған 4 бұлым стяжканың замоктарын видеода көрсетілгендей қатырып шығыңыздар. Шифонердің сормаларын істеуге боковойын шығарып алыңыздар. 40 сантиметрге 62 сантиметрлік мынандай меткілері болады. 3 сорма, 3 метк. Соған осы планкаларды бірінші қатырып аламыз.
суырмаларын қатыруға жетеуі бірдей простой телескоп шығады және бір телескоп кнопочный болып шығады. Біз үшеуі бірдей простой телескопты шығарып аламыз. Телескопты ашып алып, осындай кішкентай қара пластмасты бассаңыздар, телескоп ашылады и үлкен жағын боковойға қатырып шығамыз. Фурнитурадан сары және ақ шуруптар шығады, біз телескопқа ақ шурупты қатырып шығамыз. Телескопты боковойға осы видеода көрсетілген меткілерге қатырып шығамыз. Ең алдымен астыңғы дноны боковойға қатырып алыңыздар. Енді ақ бұлым стяжка қатырылған полканы отверткамен қатырып шығыңыздар. Соңғы қалған полкада осындай 4 тесік болады. Оған видеода көрсетілген замокты қатырып шығыңыздар. Бұл полкаға эксцентрик замокты отверткамен қатырып шығыңыздар. Ең астыңғы жағына қалған 3 ножканы 1,5 сантиметрлік шуруппен қатырып шығыңыздар. Ножканы ең астына қатырғанда днодан шығып кетпеу керек, бетіндегі ПВХ-мен бірдей болу керек. Артына қағу үшін бізде қалған 4 хдф-тің ең қысқасы, яғни ені 444 мм-дің бірінші шығарып аламыз. Екінші кезекте ең ұзыны, яғни 453 мм-лік хдф шығарамыз. И қалған екі бірдей 450 мм-лік хдф-ті қойып алыңыздар. хдф-тердің арасына осындай пластмасс соединительді қойып қағыңыздар. Екі шкафты бір-біріне қосу үшін осыны 3 сантиметрлік шуруппен қатырып шығыңыздар. Енді вешалкалардың орнын видеода көрсетілгендей белгілеп шығамыз. Сіздер вешалканы биіктеу немесе пәстеу қойсаңыздар болады, бірақ біз қазір биіктігін 7 сантиметр, еніне 25 сантиметрді қылып меткі қойып алдық. Вешалканың петлясы 1,5 сантиметрлік шуруппен қатырылады. Вешалканың қысқасы оң жағына, ұзыны сол жағына қойылады. Есіктерін алдымен осылай қойып сұрттап алыңыздар. Есіктеріне келетін болсақ, екі түрлі навес шығады. Мындай бугорогы бары и прямойы. Мындай ортасында бугорогы бары. Осы айнамен екінші есікке қатырылады. Қазір бізде екінші есік, үшінші есік осындай бугорогы бар навеспен қатырылады. Ал прямой навеспен бірінші, төртінші, бесінші, алтыншы есіктер қатырылады. Ең алдымен фурнитурадан шығатын 8 штук бугорогы бар, яғни полнешний навесті қатырып алыңыздар. Қалған 4 есігіне прямой бугорогы жоқ навестің 16 штугын қатырыңыздар. Ручкалардың арасынан 4 ұзын, 4 қысқа ручка шығады, соның ұзынын айналық есікке қатырамыз. Қалған 4 МДФ есікке осы видеода көрсетілген ручканы шуруптармен қатырып шығамыз.
Шифонердің астыңғы жағын МДФ планка жауып тұрады. Оны видеода көрсетілген петлямен қатырып шығамыз. Ол пластмасс держательді дәл сол ножик тұрған жерге МДФ-ке қатырыңыздар. Енді шифонердің 3 суырмасын сорттап аламыз. Оған видеода көрсетілгендей қылып экстендерді қатырып шығыңыздар. 68 жарым 46 он аламыз. Сосын үшеуін аламыз. Шифонердің 3 суырмасында осы видеода көрсетілген тәсілмен жинап алыңыздар. Үш суырмаға 3 бірдей ХДФ-ті шығарып алыңыздар. Суырманың астына ХДФ-ті шегемен қақып шығыңыздар. Суырманың шеткі жағына телескопты ақ шуруппен қатырамыз. Қалған 3 үлкен ручканы да 3 суырмаға қатырып шығыңыздар. Енді тримосын жинауды бастаймыз. Ол үшін алдымен 43 сантиметрге 55 сантиметрлік екі боковойды тауып алыңыздар. Осындай меткілері болу керек телескоп қатыру үшін. Одан кейін екі МДФ планканы шығарып алыңыздар. 40-қа 10 сантиметр деген осындай меткілері болу керек. Телескоптардың арасынан екі простой, бір кнопочный телескоп шығарып алыңыздар. Телескопты ашу үшін пластмасс кнопканы бассаңыздар, телескоп ашылады. Ал кнопочный телескопты ашу үшін үсті жағынан бір бассаңыз жеткілікті. Телескоптарды видеодағыдай орналастырып шығыңыздар. Қатыру үшін ақ шуруптарды пайдаланамыз. Трюмоның ең үстіңгі жағына қатырылатын 40-қа 80 МДФ планканы шығарып алыңыздар. 45-ке 120 ламинат полкантта тауып алыңыздар. Видеода көрсетілген тесіктерге эксцентрик замоктарды қатырып шығыңыздар. Осы көрсетілген тесіктерге конфирмат пен суырманың боковойын қатырып шығыңыздар. Қырық 3 сантиметрге 60 сантиметрлік ең астына қатырылатын дноны шығарып алыңыздар. Эксцентриктің замоктарын видеода көрсетілгендей қатырып шығыңыздар. Трюмоның астыңғы жағына темір ножкаларды видеода көрсетілгендей қатырып шығыңыздар. Трюмоның артқы жағына ХДФ-ті қақып шығыңыздар. МДФ рамкеге стеклосын видеода көрсетілгендей стеклодержательмен қатырып шығыңыздар. Пластмасс стеклодержательді ақ шуруппен қатырыңыздар. Айнасын трюмоға артқы жағынан конфирматпен қатырып шығыңыздар.
трюмоның суырмаларын видеода көрсетілгендей қылып жинап алыңыздар. Қалған 4 штук қысқа ручканың екеуін суырмаға қатырыңыздар. Екі тумбочкасын жинауды бастаймыз. Ол үшін 4 штук тумбочканың боковойын тауып алыңыздар. Боковойда осындай суырманың меткілері болу керек. Сол меткілерге қалған 2 штук телескопты қатырамыз. Тумбочканың крышалары МДФ-тен болады. Осы крышаларға эксцентрикті видеода көрсетілгенде қатырыңыздар. Тумбочкалардың дносын алып, боковойларына қатырып шығыңыздар. Енді крышаларын боковойларға эксцентрик замокпен қатырып шығыңыздар. Тумбочкалардың шеттері артқы жағынан конфирматпен қатырылады. Тумбочкалардың ножкілері видеода көрсетілгендей 1,5 сантиметрлік шуруппен қатырылады. Тумбочкалардың суырмасын видеода көрсетілгендей конфирматпен жинап шығамыз. Соңғы қалған қысқа 2 ручканы да суырмаға қатырып шығыңыздар. Тумбочка орналастырған светильникті жағу үшін фурнитураның ішінен шыққан вилканы қатырып, крышкасын жапсаңыздар жеткілікті. Кроватты жинау үшін МДФ перегородканы тауып алыңыздар, оған эксцентрикті қатырып шығыңыздар. Оған бір шетінде 4 тесегі бар полканы қатырыңыздар. Оған ішкі шетті конфирматпен қатырыңыздар. Қалған 2 ножканы асты жағынан қатырыңыздар. Кроваттың сарғыларын видеода көрсетілгендей жерге жайып алыңыздар. Сарғыларға темір угольникті қатырып шығыңыздар. Угольник бұл жерде екілік шуруппен қатырылады.
қатырып жатқанда шеткі жағынан примерно 1 мм-дей зазор қалу керек. Угольниктердің бір-біріне болтпен қатырып шығыңыздар. Енді угольниктерін саргілерге 1,5 сантиметрлік шуруппен қатырыңыздар. Кроваттың аяқ жағын конфирматпен қатырып шығыңыздар. Кроваттың головасы артқы жағынан конфирматпен де қатырылады, ішкі жағынан угольниктері 1,5 сантиметрлік шуруппен қатырылады. Шегелік пяткаларды кроваттың астынан қағып шығыңыздар. Енді кроваттың ортасындағы перегородканың ені өлшеп алыңыздар. Бізде 28 сантиметр шықты, соны головаға меткі сызып алыңыздар. 28 сантиметрлік меткіні нагағадай сызыңыздар. Осы сызылған меткілерге қазір планкаларды үштік шуруппен қатыратын боламыз. Енді кроваттың ашылып жабылатын сидушкасына шарнирлерді қатырыңыздар.